деңгейге балдар топқа бөлу 1-2-3 санымен санайық. Бірінші сандар иммигранттар, екінші сандар диаспора, үшінші сан иммигранттар тобы болып отырасыңдар. Санайық, бастайық. 1-2-3. Қысықтау мақсатында өткен ойымызды жинақтап, өткен тақырыпты еске түсіріп, білімімізді, білім деңгейіміз тест тапсырмасын орындайық. Білім білім платформасына кіріп, онлайн мектепке кіреміз. Телефондарымызды алып, білім мектепке кірейік. Мектепте көрсеткен тапсырмалардың, тест тапсырмалардың нәтижесі жақсы. Енді аздап 9-8 бал алған Қалымжан Нұрали, Ғұмырбекова Айзере, Азизова Әне. Қалғандарымыз жақсы бал алдық. 19 бал. Ол да жақсы. Түгел мақсатымызға жеттік. Осымен балдар біз алдыңғы өткен сабағымызда Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамын анықтап, барлығын білдік. Енді бұл жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымызды тақырыбын ашылау үшін бейне көрсетілімге қарайық. Мыңдаған жылдар бойғы миграция нәтижесінде адамдар жердің барлық құрлығына қоныстанып, бейне көрсетілімді көрдік. Жаңа тақырыбымыз қандай болады деп ойлайсыңдар? Қазақстандағы көші-қон миграция, яғни көші-қон миграция. Жақсы. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі сабағымыз қалалар дүниежүзі халқының миграциясы, Қазақстанда халықтың миграциясы, миграциялық саясат. Оқу мақсатымыз дүниежүзі халқы көші-қонның басты бағыттарын, себеп салдарын түсіндіреді. Қазақстанда көші-қон үдерісін талдап, басты бағыттарын анықтау. Үшінші мақсатымыз көші-қон саясатының өзіндік үлгісін ұсыну. Осы мақсатқа жетсек, біз сабағымыздың мақсатына жеткеніміз. Осы мақсат бойынша жұмыс жасаймыз. Жаздық қабылы тақырыпты жаздық, жақсы. Енді миграция дегеніміз не екен сонымен балалар? Бір жерден қоныс аудару екен. Енді осы сыныптарында бір жерден екінші жерге қоныс аударған балалар бар ма оқушылар? Айта ғой. Алматы облысына, Шығыс Қазақстан облысына қоныс аударды. Мен отбасылық және әлеуметтік мәселелерден қоныс аудардым. Яғни бұл облыстарға көші-қонға жатады балалар. Яғни Алматы облысына, Шығыс Қазақстан облысына қоныс аударған екен. Қоныс аударудың себептері, әркімнің қоныс аударғанда себептері болады. Сол себептен бірі жаңағы отбасылық жағдай, әлеуметтік жағдайға байланысты қоныс аударған екен. Тағы да қоныс аударғандарыңыз бар ма? Қазір осы бойынша мен тапсырмалар беремін. Тапсырма. Иммигранттар тобының тапсырмасы сот талдау әдісі арқылы халықтың көші-қон өзгерісіне баға бересіңдер. Яғни олардың күшті жақтарын, әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіп-қатерін анықтайсыңдар. Екінші топ диаспоралар, бұл ойландықтас бөліс әдісі арқылы Қазақстандағы халықтардың миграциясына талдау жасайсыңдар. Үшінші топ иммигранттар, бұлар оқиға картасы әдісі арқылы дүниежүзі халықтарының көші-қонын топтастырады. Интернет ресурстарын пайдалануында болады. Басым бағыттарын анықтайсыңдар, және карта сызбасын құрастырасыңдар. Жақсы балалар, талдап
болса, тапсырмамыз орындап болса, онда қазір Торғай бірінші эмигранттар тобы келеді. Университет көші-қон өзгерістерін бағалау. Көші-қонның жақсылықтары. Көші-қон арқасында жаңа өмір салтын қалыптастыруға, жұмыс мүмкіндігін мен біліктілігін арттыруға, басқа мемлекеттің жағдайын арттыруға болады. Қызметтер мен керек-жарақтың ұсынылуы, саяси тұрақтылық, байлық, жаңадан жұмыс кешендерін салу. Мүмкіндіктері. Халықаралық көші-қонның басты бағыттары Еуропа мен Солтүстік Америкада болып жатыр. Оның себептері халықты жоғары әлеуметтік жағдайын және де дамыған инфрақұрылым, демократия, жоғары оқу орындарының болуы. Ал оған қоса халыққа пайда әкелетін табиғи кешендердің ашылуы. Әсер жақтары. Сол жердің халық санының көбеюі, ақша қаражатының төмендеуі, мигранттардың көшіп келген елдерінде қойма жұмысшылар мен таратушылар фермада жұмыс істейтін және даяшылар көп кездеседі. Олардың бәрі халыққа қажетті арналған жұмыстар. Қауіпі сол елден қаржы таба алмай қалуы, өз еліне оралмай қалуы, жұмысқа тұра алмай қалуы және баспана таба алмай қалуы. Жақсы балалар. Топ бойынша міне қорғадық. Қазір барлығымыз бағалайық. Әр топ бағасын берсін. Бірінші топта бағалайды, екінші топ бағалайды. Екінші топ бағалаймыз. Жақсы. Екінші топта үшінші топ бағалаймыз. Жақсы. Бірінші топ, үшінші топты бағалайды. Өте жақсы. Барлығымыз жақсы қорғадық. Әлде білімімізді жетілдіреміз. Әсіресе Қазақстанның көші-қоны бойынша толықтырамыз, оқимыз әлде. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамыз бізде жұптық жұмыс. Жұптық жұмыс бұл Қазақстан облыстары бойынша көші-қон бағыттарының себеп-салдарын статистикасын есептейсіңдер. Ол үшін телефонынан қажетті мәліметтерді іздестіресіңдер. Сол бойынша есептейсіңдер және график сызбасында басты бағыттардың себеп-салдарын айтып кетесіңдер. Қазір әрқайсымыз Қазақстан облысын біреуін ғана таңдаймыз дедік. Қазақстанда қанша облыс бар еді? 14 облыс. 14 облыс. Қазір мына жерден аласыңдар. Мына жер шар берілген, сол шар аласыңдар да сонда қанша сендерге облыс беріледі. Соны талдайсыңдар. Әр жұптан бір оқушы келіп алыңдар. Облысынан көшіп келген адамдардың саны 6,8, ал көшіп келген адамдардың саны 12. Жалпы халық миграцияның сайдасы 5,2. Ал мынау Павлодар облысының жалпы халықтың саны көріп тұрғанымыздай, ол 2016 мен 2017 жылдағы жоғары көрсеткіш көрсеткен, ал қазіргі кезде түсіп кетті. Осы кезде көші-қон елдерінен 358 адам көшіп келген, оның ішінен ТМД елдерінен 307 адам көшіп келді. Ал шет елден келген адамдарды айтатын болсақ, олар 51, оның ішінен Монғолиядан 41,2%, ал Германиядан 25,5%. Бұл ретте Павлодар облысынан 922 адам көшіп кетті. Бұл көрсеткіш алдыңғы жылдан қарағанда 11,3%-ға төмен. Павлодар облысының жалпы көші-қон саны 5160 адамды құрайды. Жақсы. Облыстардың барлық жалпы көші-қон
мысалдарын, бағыттарын білдік. Облыс бойынша ішкі көші-қон басым екен қазіргі кезде оңтүстік аймақтардан солтүстік аймақтарымызға қарай ішкі көші-қон ауысып келуде екен. Яғни бұның барлығы неге байланысты екен? Жаңағы жұмыс орнына байланысты, әлеуметтік жағдайын жасату бағытында және білім алу бойынша, осы бойынша қоныс аударған екен. Енді қазір келесі тапсырмамыз екі микрофон әдісі арқылы көші-қон саясаты саласындағы шешімдерді талдау мақсатында өз еліміздің халықтың көші-қонына қатысты мәселелердің шешу жолын ұсынамыз. Ол үшін не істейміз? Яғни екі микрофон арқылы қазір топтар ойланып аламыз, әр топқа бір сұрақ ұйымдастырамыз. Сол сұрақ, қандай сұрақ қойғымыз келеді осы шешу жолы бойынша? Қандай мәліметтер бойынша көші-қонның мәселелері қазіргі кезде қандай Қазақстан бойынша? Сол мәселелерді бойынша сұрақ қоясыңдар да, келесі топ соның шешу жолы қайтеді, ұсынады. Жекеленген қалалар мен аумақтарда адамдардың шамадан тыс көп қоныс аударуы. Қай топ жауап береміз? Қайсымыз жауап бере аламыз? Айтамын. Адамдардың санының көбеюі, ауаның ластануы, көліктердің көбеюіне кептелістердің пайда болуы, әлеуметтік саяси мәселелердің пайда болуы, балабақша мен мектептердің аз болуы келісушілігі. Жақсы, келісеміз бе болады? Қосарыңыз бар ма? Өздерінің енді бір сұрақтарыңызды қоярлық. Мен бүгін мына жаңа тақырыбымызды осымен аяқтадық, талдадық. Көші-қонның салдарын, себептерін, бағыттарын, әлсіз жақтарын, мүмкіндіктерін барлық жан-жақты қарадық. Енді қорытындылау бағытында тақырып ойынын ойнайық. Бәріміз телефонымызға. Қазір міне сендерге кері байланыс жасайсыңдар. Мысалдау әдісі арқылы өздерінің кері байланыстарында көрсетесіңдер. Қашанда өз отанымызда, өз Қазақстанымызда болайық. Енді осымен сабақ аяқталды.